Сәлеметсіңдер ме, балалар? Мен сендерді көргеніме өте қуаныштымын. Бүгін біз бәріміз ерекше, өте әдемі мерекеге жиналып отырмыз. Бұл Наурыз мейрамы. Наурыз біздің халқымыздың ең көне, ең жақсы көретін мерекелерінің бірі. Бұл мереке көктемнің келгенін, күннің жылынғанын, табиғаттың оянғанын білдіреді. Қыстың суығы кетіп, жер беті жаңарып, ағаштар бүршік ата бастайды. Құстар қайта ұшып келеді. Ертеде адамдар осы күнді жаңа жылдың бастауы деп санаған. Сондықтан Наурыз келгенде адамдар бір-біріне жақсы тілектер айтып, өкпе-реніштерін ұмытып, татуласып, қуанышпен қарсы алған. Бұл күні адамдар үйлерін тазалап, дастархан жайып, қонақ күтеді. Дастарханға түрлі тәттілер қойылады. Ең басты тағамдардың бірі Наурыз көже. Бұл тағам 7 түрлі дәмнен жасалады. Ол молшылық пен берекені білдіреді. Наурыз күні үлкендер бата береді. Балалар ойын ойнап, ән айтып, би билейді. Барлығы бір-біріне ұлыс соң болсын, ақ мол болсын деп жақсы тілектер айтады. Балалар, Наурыз достықтың, жақсылықтың, қуаныштың мерекесі. Сондықтан біз де бүгін мерекені көңілді өткізіп, ән айтып, ойын ойнап, бір-бірімізге жақсы көңіл сыйлаймыз. Ал енді балалар, мен сендерге бір жақсы жаңалық айтайын. Менің үйімде өте мейірімді, ақылды әжелерің бар. Ол Наурызды жақсы біледі. Сендерге қызықты әңгіме айтып, ойындар ойнауға, салт дәстүрді көрсетуге көмектеседі. Сондықтан мен әжелеріңді сендерге қонаққа жіберейін. Балалар, әжелеріңді қуана қарсы алыңдар.